Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 28-ші сабақ дауыссыз л мен р. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Дауыссыз л мен р. Біз бұл тақырыптан л, р әріптерінің жазылу емлесін білеміз. Және де дерек көздерден мәлімет табуды үйренеміз. 40-шы жаттығу. Мәтінді мәнерлеп оқы. Әкем маған ата-тегімнің аты жөнін үйретуші еді. Кімнің баласысың деп сұрайтын ол. Мен Момыштың ұлымын. Момыш кімнің баласы? Момыш Имаштың баласы. Осылайша 7 атаға дейін жетелеп отырып санатады. Ал келген қонақ ең алдымен атымды сұрайтын. Сонан соң менің 7 ата жөніндегі біліміме риза болатын. Маған жылы лебіздерін білдіретін. Келесі 41-ші жаттығу. Сөздерді көшіріп жаз. Бізге берілген сөздер: лашын, лебіз, лайық, лезде, лағыл, рең, рәсім, разы, рауғаш және де раушан. Сөз басындағы л, р дыбыстарының айтылуына назар аудар. Осы сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал. Сөз басындағы л, р дыбыстарының айтылуында алдынан ы дыбыстары естіледі. Лашын – жыртқыш құс. Енді бізге берілген ережеге тоқтала кетсек. Сөз басындағы л, р әріптерінің алдынан естілгенімен олар жазылмайды. Мысалы, лақ, лағыл, рет, рас. Ережені мұқият оқып, есте сақтап және де жаттап аламыз. Келесі 42-ші жаттығу. Мақалдарды оқып көркем жаз. Бірінші мақал. Еңбек түбі рақат. Екінші. Жомарт құлға аспандағы лашын қонады. Сөз басындағы л, р әріптерінің астын сыз. Олардың айтылуы мен жазылуын салыстыр. Мысалы, жазылуында рақат деген сөзі, ал айтылғанда рахат деп алдында әріпі естіледі. Ал лашын сөзінде жазылуы лашын болып жазылады, айтылғанда лашын. Лының алдында әріпі естіледі. Бұл сөздердің басында дыбыстары естілгенмен, олар бірақ жазылмайды. Келесі шығармашылық үзіліс. 43-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құрастыр. Құрастырған әңгімеңді сыныптасыңа айтып бер. Менің отбасым. Менің отбасым үлкен. Үйде 6 адам тұрамыз. Олар атам, әжем, әкем, анам, мен және қарындасым. Атам домбыра тартқанды, әжем тоқыма тоқығанды ұнатады. Мен әкеммен шахмат ойнағанды қатты жақсы көремін. Ал қарындасым ойыншықпен ойнап, анам тәтті тағамдар әзірлегенді ұнатады.